Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Жібек жол телеарнасының түсірілім тобы құрылтай сайлауына қатысты арнайы шығарылымын әрмен қарай жалғастырады. Эфирде Ануар Карбозов. Мемлекет басшысы Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштамен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антонио Кошта Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы ықпалдастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Тараптар Қазақ-Еуропа стратегиялық серіктестігінің даму қарқынына көңіл толатынын атап өтіп, мемлекет басшысының маусым айында Брюссельге жасаған сапар аясында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға айрықша назар аударды. Орталық сайлау комиссиясының кешкі сағат 6-дағы статистикасына сүйенсек, 9.095.298 адамға бюллетень таратылған. Сондай-ақ дауыс беру жағынан көшбасшы өңір өзгерді. Әрқайсысына рет-ретімен әріптесім Алтынбек Әмит тоқталады. Алтынбек, сен дәл қазір эфирдесің. Рахмет, Ануар. Саяси науқанның мәресіне санаулы сағат қалды. Соңғы мәліметтерге сәйкес елдегі сайлаушылардың 72%-дан астамы бюллетень алған. Сарапшылар азаматтардың белсенділігіне ерекше мән беріп отыр. Себебі әр 10 сайлаушының шамамен 7-еуі дауыс берген. Жалпы еліміз бойынша сағат 18:00-де 9.095.298 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізген азаматтардың 72,15% құрады. Азаматтардың уақытша болу орындарындағы 548 учаскеде дауыс беру аяқталды. Күні бойы белсенді өңірлердің тізімін бастап тұрған Қызылорда облысы 3-ші орынға түсіп қалды. Көштің басына Түркістан облысы шықты. Өңірде дауыс беру құқығына ие 1.204.659 адам болса, соның 1.086.241-і өз таңдауын жасаған. Яғни 90,17%. Жетісу облысында бұл көрсеткіш 89,69%-ға жетсе, Қызылорда облысы 88,9%-бен үздік үштікті түйіндейді. Шығыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстарында да көрсеткіш жоғары. Шығыста 85,43%, Ақтөбеде 84,95%. Ал қалалардағы жағдай өзгеше. Сайлаушылардың ең төмен белсенділігі Алматыда тіркелді, 41,6%. Астанада да көрсеткіш 50%-ға жетпеді. Елордада сайлаушылардың 49,87%-і дауыс берген. Осылайша сайлаушылар белсенділігінің ең жоғары және ең төмен көрсеткіштерінің арасы шамамен 49%-лық тармақты құрап отыр. Дауыс беру учаскелеріндегі соңғы сағаттар белсенділіктің жалпы көрінісін әлі де өзгертуі мүмкін. Орталық сайлау комиссиясы сайлаушылардың қатысуы туралы соңғы деректі сағат 20:30-да жариялайды. Ал мендегі бар ақпарат әзірге осы. Ануар, сөз өзіңде. Көп рахмет, Алтынбек. Оңтүстік өңірлер расында да өте белсенді екен. Қазақстанда құрылтай сайлауы ашық әрі заң талаптарына сай өтіп жатыр. Бүгін 23 сайлау учаскесіне бақылау жүргізуге міндеттеме алған Түркі мемлекеттер ұйымы бақылаушылары осындай қорытынды жасады. Ұйымның бас хатшысының орынбасары Нуру Гулиев сөзіне қарағанда, сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі және көру қабілеті нашар азаматтар үшін барлық қажетті жағдай жасалыпты. Тиісті техникалық құралдар да бар. Барлық сайлау учаскесінде байқаушылар да, сайлау комиссиялардың мүшелері де бюллетендер салынатын жәшікті анық көре алады. Олар учаскенің ортасына орналастырылған және дауыс беру процесіне қатысушылардың барлығына көрініп тұрған. Сондай-ақ учаскелердің техникалық жабдықталуына, заманауи цифрлық технологиялардың қолданылуына да жоғары баға берді. Құрылтай сайлауына қатысты ұйымның түпкілікті қорытындысы келесі аптада жарияланады. Bütün seçim noktalarında барлық сайлау учаскелері техникалық жабдықталу жағынан да, қызметкерлері мен сайлау комиссиясы мүшелерінің жұмысы тұрғысынан да өте жақсы ұйымдастырылып, талаптар мен заңнамаға сәйкес дайындалған. Әрбір байқаушы дауыс беру процесін, соның ішінде сайлау жәшіктерін еш кедергісіз бақылай алды. Азаматтарға жасалған осындай жағдайлардың арқасында олар Конституцияда бекітілген дауыс беру құқығын еркін жүзеге асыра алады. Халықаралық байқаушылар үшін барлық жағдай жасалды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының байқаушылар миссиясын орындаушыларда бүгінгі құрылтай сайлауына осындай бағаларын берді.
Ұйым өкілдері Ақмола облысындағы сайлау учаскелеріне бақылау жүргізген халықаралық байқаушылар Қазақстандағы саяси науқанды қадағалауға 20 тамызда келген. Орталық сайлау комиссиясы 777 халықаралық бақылаушыны тіркеген, оның 13-і түрлі ұйымнан. Біз сайлау учаскелерін еркін аралап, бақылау бағыттарымызды өзіміз анықтап отырмыз. Қазақстанда байқаушылардың жұмысына барлық қажетті жағдай жасалған. Құрылтай сайлау үшін Әзербайжанда да сайлау учаскесі ашылған. Бакудегі елшілікте 170-тен астам азамат дауыс беруге құқылы болды. Екелдің арасындағы уақыт айырмашылығы 1 сағат, бізден 1 сағатқа қалып жүреді. Дауыс берушілер қатарында осы елде жұмыс бабымен жүрген қандастарымыз, тіпті халықаралық жарысқа келген әлем чемпиондары да бар. Әзербайжандық сарапшылардың айтуынша, жастардың осындай белсенділігі ел дамуына оң серпін бермек. Қазақстаннан келген туристердің, спортшылардың да елінің қоғамдық саяси өміріне қатысу үшін уақыт тауып, маңызды шешімдерге қатысты өз дауыстарын беріп жатқаны маған ерекше ұнады. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның тәжірибесі өте маңызды әрі қызықты. Бұл тәжірибе Әзербайжан үшін де, жалпы түркі елдері мен халықтары үшін де өте құнды. Германияда 4 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Олар Берлин, Гамбург, Франкфурт на Майне және Мюнхен. Елшілік берген ақпарға қарағанда 344 азамат үшін бюллетень жеткізілген. Бұл жақта дауыс беру Астана уақыты бойынша кешкі 10-да жабылады. Сондықтан әлде дауыс берем деушілердің мүмкіндігі бар. Германияда жүрген Қазақстан азаматтарының көбі жұмысшылар мен студенттер. Сегодня проголосовал в посольстве республики. Бүгін осы елдегі елшілікте өз дауысымды беріп жатырмын. Бұл мен үшін елдің саяси өміріне атсалысуға берілген үлкен мүмкіндік деп санаймын. Сайлау учаскесі дәл өз елімдей жылы қарсы алды деп айта аламын. Науқанға Лондонда тұратын қандастарымызда белсене атсалысуда. Мұнда дауыс беру Астана уақытымен сағат 11:00-де басталған еді. Сайлау учаскесіне барлығы 300-де азамат тіркелген, оның әзірге 100-ге жуығы өз таңдауларын жасады. Сайлаушылар өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіріп, құрылтай депутаттарын таңдауға атсалысып жатыр. Дауыс беру учаскесінде барлық қажетті жағдайлар жасалған, науқан белгіленген тәртіппен жалғасуда. Дауыс беру жеріне таңнан өз пікірімізді білдіру үшін, Қазақстан үшін маңызды шешімге үлес қосу үшін келіп отырмын. Және де әр жастың бүгінгі таңдауы Қазақстанның болашағына құнды үлесін тигізіп беретініне сенемін. Бүгін құрылтай сайлау кезінде Америка құрама штаттарында қазақстандық азаматтар үшін 3 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді. Олар Вашингтон, Нью-Йорк және Сан-Франциско консулдықтарында. Оларға келіп 3,5 мың отандасымыздың дауыс беруге мүмкіндігі бар. Жалпы шетелде жүрген 15 мыңнан астам Қазақстан азамат үшін 61 елде 79 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Нәтижесінде 3 мыңнан астам азамат осы уақытқа дейін таңдауларын жасапты. Қай елде жүрсек те біз Қазақстан азаматымыз, сондықтан еліміздің болашағына қатысты маңызды мәселелерге бейжің қарамай өз таңдауымды жасау міндетті жауапкершілігім деп ойлаймын. Құрылтайда білім, ғылым, экономика, әлеуметтік мәселелерге бағытталған арнайы ұсыныстар айтылып, және халықтың мәселесіне заңнамалық деңгейде шешілгенін күтемін. Бірі әуе шары, бірі парашютпен, ал тағы біреулері қайықпен дауыс беруге барған. Алғашқы құрылтай сайлауында қызықтар осындай. Мысал, Түркістандық 2 тұрғын сайлау учаскесіне керуен сарай кешенінің арнасы арқылы қайықпен жүзіп келді. Жастар осылайша жауапты сәтте өз таңдауларын жасап қана қоймай, туған қаласының туристік әлеуетінде паш етуді жөн көріпті. Әрине, мұндай фактілер жиналғандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, Түркістан қаласында барлығы 68 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның 66-сы ашық учаске болса, екеуі жабық нысандарда орналасқан. Қалада 136 мыңнан астам азаматтың дауыс беру құқығы бар. Халыққа құрылтай сайлауымыздың бір ерекше атмосферасын сезіндіргіміз келді. Көптеген негізінде адамдар өйтіп қайықпен серуендеп келе бермейді. Жаңа айтып кеткендей, сол Түркістанның әсемдігін, көркемділігін және де туристердің баратын көптеген орындарын көрсеткіміз келді.
Ғылым мен білімге құйылған инвестиция өз әсерін міндетті түрде көрсетеді. Сондықтан жаңа құрылтай алдында осы саланы қаржыландыру тетіктерін заңнамалық тұрғыда бекіту ісі тұр. Бұл туралы әлеуметтанушы Исатай Мінуаров арнамызға берген сұхбатында айтты. Ол қоғамдық саяси белсенділіктің артқанында ерекше тоқталды. Енді бүгін алғаш рет құрылтай мүшелері сайланады. Енді болашақта бір палаталы парламент мүшелері осы білім мен ғылымды дамыту үстінде қандай маңызды әрекеттер жасау керек деп ойлайсыз? Ғылымға бөлінетін қаржыландыру едәуір есе ұлғайды. Осы практиканы біз сақтап отыруымыз керек. Себебі ғылымға құйылған ақша ол міндетті түрде инвестиция ретінде қайтып келеді. Ол инвестиция өз эффектісін міндетті түрде береді. Орта білім саласында мынау қазір реформалар енгізіліп жатыр. Соч, сор деген сияқты нәрселерді алып тастап. Бірақ шынымен де қауіпсіздік мәселесі балалардың, сосын жалпы профориентация деген сияқты балаларды мектептен кейін жаңағыдай білім таңдау, мамандық таңдау мәселелері жолға қойылу керек деп ойлаймын. Сосын біздегі мынау халықаралық университеттердің Қазақстанда болуы практикасы, олардың осында барынша келіп, Қазақстанды жалпы осындай бір хабқа айналдыру мәселесі қарастырылу керек деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз әлеуметтанушы ретінде қазіргі соңғы уақыттағы халықтың саяси белсенділігі туралы не айтасыз? Ақпараттану деңгейі 89% құрады. Бұл дегеніміз өте мемлекет тарапынан, партиялар тарапынан жүргізіп жатқан ақпараттық жұмыстың жалпы медиа науқанның үлкен екенін айтуға болады. Өзімізде көріп жүрміз, дебат бар, әлеуметтік желілерді партиялар барынша қолданып жатыр. Түрлі креатив қосып, жастар аудиториясымен, егде кісілер аудиториясымен барлығымен жұмыс істеп, керек месседждер жіберіп жатыр. Бұл өзінің эффектісін бермей қоймайды әрине. Мысалы, біз 2023 жылы парламент сайлауы болған кезде 50 жаңағыдай адамдардың қатысу 54% құрады пайыз. Қазір жалпы 70-тен жоғары болса таңғалмау керек, себебі осыны аясында, осы науқанның аясында жүргізіп жатқан жұмыстар эффектісін беру керек деп ойлаймын. Ол біріншіден. Екіншіден, бұл кезекті парламент сайлауы емес. Бұл түбегейлі жаңа саяси институт. Адамдарға жалпы мен саясаттан алыс болсам да, ол адамға қызық, ол себебі бір жерден естіді. Мынандай партия бар екен деген сияқты. Сондықтан адамға ол қызық, құрылтай ол не? Несімен айырмашылығы қандай оның? Бұрын 2 палаталы болды, қазір 1 палаталы. Сондықтан адамдарға бір жағынан қызық, ертең бұл жаңа институттың елге берері не деген сияқты. Сондықтан да осы барлық факторлар жиып келе, мен ойымша ақпараттану деңгейі бар, адамдар үшін мобилизация қиын болмайды. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Құрылтай сайлауына қатысты арнайы шығарылымыз алдағы сағаттарда да жалғасады, сондықтан арнамыздан ауыспаңыздар.